өзіңіз суретке түсесіз, бірақ та бетіңізге қандай макияж жасау керек және де не кию керектігін білмейсіз бе? Бүгін біз ракурстың екінші шығарылымында дәл осы туралы айтатын боламыз. Және де ең соңында лайфхак. Бетімізді қалай әрлейміз? Ол туралы мен емес, сіздерге арнайы маман айтып берсін. Я из Шаринган, как и тач. Я танцую миллирок на крыше твоей тачки. Забрал твои тайцы на сдачу. Она знает, кто платит. Визажистердің көмегіне сүйенген өте дұрыс. Себебі мысалы көбі ойлайды біз үйден өзіміз бояна саламыз деп, себебі біз өзіміздің келбетімізді білеміз, өзіміздің қалауымызды білеміз деп. Бірақ та мысалы өзіміз үйден боянатын косметикадан профессионалды косметиканың айырмашылығы өте көп. Визажист оны біледі, қай жерде қалай, және де мысалы фотоға түскен кезде камера, фотоаппарат беттегі көп косметиканы жеп қояды, былай айтқанда. Визажистқа келген кезде біз міндетті түрде сұраймыз, қандай көйлегіңіз болады, қандай түсті деп. Себебі мысалы түрлі түсті макияжың бөлек түсті, көйлегің бөлек түсті болған, әрине ол келе бермейді. Сондықтан да бір-біріне үйлесімді болу үшін өте маңызды деп ойлаймын. Ал ұлдар қауымы макияж жасата ма? Бар, келмейді емес, келетін ұлдар да бар. Мысалы, кейбіреу оны ұят деп ойлайды. Менің ойымша ол ұят емес. Себебі, мысалы, жаңа айтып кеткендей, бір атаулы жағдайда біз фотосессияға барған кезде бетіңде, мысалы, кемшіліктердің көп болса, оны неге барып жасырмасқа, уақытша жасырып қоймасқа, ол фотографқа да, мысалы, кішкене жұмысын жеңілдетеді. Құрметті қыздар, сәтті кадр шықсын десеңіз, бет әрлеуде маманның көмегіне жүгініңіз. I don't even bother, I could do it all my life. Я считаю, что вы должны быть максимально естественными. Возможно, где-то придется поднапрячься, это для того, чтобы спрятать свой животик или сделать какую-то интересную позу. Все зависит от идеи. В какое время года бы не было. Старайтесь одеваться контрастно, чтобы вы не сливались с фоном. И все зависит от того, какую вы выбрали идею. Хорошая фотография – это ваши эмоции, свет. И фотография должна быть живой, она должна нести какую-то историю, и именно поэтому она будет интересна. Так что импровизируйте и делайте красивые кадры. Егер сіз ешкімде жоқ ерекше суретке түскіңіз келсе, ол үшін көп дүниенің қажеті жоқ. Ол үшін сізге телефон және де қызыл папка керек. Телефоныңызды жарығын қосып, қызыл папканы бер жағына қоссаңыз, дәл осындай суреттер шығады.